Сәлем! Егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін 8-ші сыныптың энергетикалық деңгейлер тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Литий, неон және натрийде электрондардың таралуына қарай бұл элементтер неге әртүрлі периодта орналасқанын түсіндіріңдер. Жауабы. Литий атомында 3 электрон бар. Сондықтан оның 2 электроны бірінші энергетикалық деңгейде, ал үшінші электроны екінші энергетикалық деңгейде орналасады. Екінші энергетикалық деңгейге барлығы 8 электрон сыяды, яғни ол неонға тән. Сондықтан екінші периодта 8 элемент орналасқан. Алғашқы 2 деңгей электронмен толып біткендіктен, неоннан кейін келетін натрийдің 1 электроны үшінші деңгейде орналасады. Натрийден кейін келетін элементтердің үшінші энергетикалық деңгейі алдыңғы периодта орналасқан элементтердің деңгейлерінің толуына ұқсас болады. Үшінші энергетикалық деңгей натрийде 1 электрон, ал әрі қарай аргонда, неон сияқты 8 электрон болады. Яғни бұл элементтердің энергетикалық деңгейлері электрондары әртүрлі деген мағынаны білдіреді. Енді қарапайым тілмен түсіндіретін болсақ, ең бірінші литийді жазамыз. Литийдің реттік нөмірі 3. Литийдің 2 энергетикалық деңгейі бар, себебі ол екінші периодта орналасқан. Литийдің алғашқы энергетикалық деңгейінде 2 электрон, соңғы энергетикалық деңгейінде 1 электрон бар. Келесі неон. Неон бізде реттік нөмірі 10, сондықтан ол екінші периодта орналасқан, сол себепті оның 2 энергетикалық деңгейі бар. Бірінші энергетикалық деңгейде 2 электрон, соңғы энергетикалық деңгейде 8 электрон бар. Келесі натрий. Натрий бізде реттік нөмірі 11. Оның 3 энергетикалық деңгейі бар, себебі ол үшінші периодта орналасқан. Алғашқы энергетикалық деңгейде 2 электрон, екінші энергетикалық деңгейде 8 электрон, соңғы энергетикалық деңгейде 1 электрон бар. Көріп тұрғаныңыздай, электрон сандары олардың реттік нөмірлеріне тең болып келеді. Сіздерге өткен видеоларымда айтқан болатынмын. Екінші сұрақ. Берілген атомдар үшін бор диаграммасын құрастырыңдар. Бізге бор диаграммасын құрау үшін элементті және оның реттік нөмірін қай периодта орналасқанын білуіміз қажет. Бізге көміртек берілген, оның реттік нөмірі 6, сәйкесінше электрон саны да 6 болады. Ең алдымен ол екінші периодта орналасқан, соған байланысты оның 2 энергетикалық деңгейі бар. Айта кететін жайт, бірінші энергетикалық деңгейде үнемі 2 электрон болады, ал екінші энергетикалық деңгейде аяқталған 8 электрон болады. Бірақ барлық элементте 8 электрон бола бермейді. Мысалы, көміртек сияқты сыртқы энергетикалық деңгейде 4 электрон болуы мүмкін. Келесі элемент фтор. Фтор бізде реттік нөмірі 9, электрон сандарды 9-ға тең. Оның 2 энергетикалық деңгейі бар, себебі ол екінші периодта орналасқан. Бірінші энергетикалық деңгейіне 2 электрон жазамыз, ал екінші энергетикалық деңгейіне 7 электрон жазамыз. Бұл аяқталмаған энергетикалық деңгей болып табылады. Келесі элемент бізде кремний. Кремнийдің реттік нөмірі 14-ке тең, сәйкесінше 14 электронға тең. Кремний бізде үшінші периодта орналасқан, соған байланысты оның 3 энергетикалық деңгейі бар. Бірінші энергетикалық деңгейде қалыпты 2 электроны бар. Келесі екінші энергетикалық деңгейде оның аяқталған 8 электроны бар, ал сыртқы соңғы энергетикалық деңгейінде оның 4 электроны болады екен. Келесі элемент бізде хлор. Хлордың реттік нөмірі 17, яғни оның 17 электроны бар. Хлорда бізде үшінші периодта орналасқан, яғни оның 3 энергетикалық деңгейі бар. Бірінші энергетикалық деңгейде 2 электроны бар, екінші энергетикалық деңгейде аяқталған 8 электроны бар, ал үшінші энергетикалық деңгейде оның 7 электроны бар. Яғни сіздерге айта кетейін, бірінші энергетикалық деңгейде үнемі 2 электрон болады, екінші энергетикалық деңгейде 8 электрон болады, ал үшінші энергетикалық деңгейде 18 электрон болады екен. Бұл аяқталған энергетикалық деңгейлер. Үшінші сұрақ.
Оттек пен күкірт пен хлор атомдарының құрылысын салыстырыңдар. Бірінші элемент бізде оттек. Оттектің реттік нөмірі 8-ге тең. Сәйкесінше оның 8 протоны, 8 нейтроны және 8 электроны бар. Сіздер білесіздер, протон сандары мен электрон сандары оның реттік нөміріне сәйкес болады. Келесі, оттек бізде екінші периодта, екінші энергетикалық деңгейде орналасқан. Осыған байланысты оның екі энергетикалық деңгейі бар. Яғни бірінші энергетикалық деңгейде 2 электрон, екінші энергетикалық деңгейде 6 электроны бар. Келесі элемент күкірт. Күкірттің реттік нөмірі 16, сәйкесінше оның 16 протоны, 16 нейтроны және 16 электроны бар. Бізде көміртек үшінші периодта орналасқан, соған байланысты оның 3 энергетикалық деңгейі бар. Бірінші энергетикалық деңгейде 2, екінші энергетикалық деңгейде 8, үшінші энергетикалық деңгейде 6 электроны бар. Келесі бізде көміртекті қайта жазамыз, себебі оны хлормен салыстыруымыз қажет. Дәл жаңағы айтып кеткенімдей, ол үшінші периодта, үшінші энергетикалық деңгейде орналасқан. Оның электрондарын сізге жазып көрсетіп жатырмын. Жаңа жоғарыда қайталап та айтып кеттім, оны қайталап отырудың қажеті жоқ сияқты. Келесі элемент бізде хлор. Хлордың реттік нөмірі 17-ге тең. Оның 17 протоны, 18 нейтроны және 17 электроны бар. Хлор бізде үшінші периодта орналасқан, соған байланысты оның 3 энергетикалық деңгейі бар. Бірінші энергетикалық деңгейде 2 электрон, екінші энергетикалық деңгейде 8 электрон, үшінші энергетикалық деңгейде 7 электроны бар екен. Яғни олардың құрылысының сіздерге айырмашылығын айтып бердім. Олар яғни протон, нейтрон, электрон сандарына және энергетикалық деңгейлері санына байланысты құрылыстары әр түрлі болады. Төртінші сұрақ. Мынадай химиялық элементтер берілген: азот, фтор, сутек, магний, оттек. Келесі сөйлемдерде қандай элементтер туралы айтылған? Жауабы: бір ғана протоны бар, бұл сутек. 3 энергетикалық деңгейі бар, бұл магний. 8 протон, 8 нейтрон және 8 электроны бар, бұл оттек. Екінші деңгейде 7 электроны бар, фтор. Протондар мен электрондарының қосындысы 14-ке тең элемент, бұл азот. Бесінші сұрақ. Мына кестені қолданып, сұрақтарға жауап беріңдер. Жауабы: қай элементте 13 электрон бар? Бұл алюминий. Қай атомның электрондық құрылымы 2, 8, 6? Бұл күкірт. Қай атомда нейтрон болмайды? Сутекте. Қандай екі атомның нейтрон сандары бірдей? Калий мен кальцийдің. Қай атомның протон және нейтрон сандары тең? Кальций. Қай атомдардың электрондары мен протон сандары тең? Барлық элементтердің электрондары мен протон сандары тең, себебі олар атомның реттік нөміріне тең болады. Сіздерге түсінікті болу үшін 5-ші сұрақты осылай түсіндіріп кетейін. Алюминийдің реттік нөмірі 13, салыстырмалы молекулалық массасы 27-ге тең. Оның 13 протоны, 14 нейтроны және 13 электроны бар. Келесі, бізде күкірттің реттік нөмірі 16-ға тең, соған байланысты ол үшінші периодта орналасқан, 3 энергетикалық деңгейі бар. Бірінші энергетикалық деңгейде 2, екіншісінде 8, үшіншісінде 6 электроны бар. Бізде сутектің нейтроны болмайды, 0-ге тең болады. Келесі В. Калийдің салыстырмалы молекулалық массасы 39-ға тең, реттік нөмірі 19-ға тең. Оның 19 протоны, 20 нейтроны және 19 электроны бар. Келесі кальций. Кальцийдің салыстырмалы молекулалық массасы 40-қа тең, реттік нөмірі 20-ға тең. Оның 20 протоны, 20 нейтроны және 20 электроны бар. Яғни екеуінің де 20 нейтроны бар. Яғни сіздер білесіздер, нейтронды табу үшін салыстырмалы молекулалық массасынан оның реттік нөмірін азайтамыз. Осымен бүгінгі біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Кездескенше.